Күзгі Алматының көшелері дымқыл асфальт пен күйген жапырақтың ащы иісіне толы. Бірақ менің мұрныма тек қорқыныш иісі келеді. Мен жүгіріп барамын. Жоқ, мен өмір мен өлім арасында қашып барамын. Артыма қарауға жүрегім дауаламайды. Себебі артымда 12 жыл бойы менің ерік жігерімді құрттаймы жүген. Сен менсіз ешкім емесің деп құлағыма құйған адам қалды. Қолымда тағдырымды шешетін көк папка. Егер сіз нағыз махаббат пен еркіндіктің құны қанша екенін білгіңіз келсе, бұл хикаяны соңына дейін тыңдаңыз. Бұл жай ғана әңгіме емес, бұл тірілей көмілген әйелдің қайта тірілуі. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз, сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Менің есімім Жанар. Жасым 36-да. Мен қарапайым кітапханашымын. 12 жыл бойы Бауыржанмен бірге тұрдым. Ол мені ұрмайтын, жоқ. Ол мені сөзбен өлтіретін. Менің достарымды, армандарымды, тіпті өз-өзіме деген сенімімді тартып алды. Ол менің телефонымды тексереді, кіммен сөйлескеніме дейін бақылайтын. Мен оның үйіндегі жиһаз сияқты болдым. Бірақ бір апта бұрын бәрі өзгерді. Менің жалғыз қалған Зейнеп тәтем қайтыс болды. Тәтем Алматының іргесіндегі Талғар жақтағы кішкентай ауылда тұратын. Ол өмір бойы жалғыз өтті деп ойлайтынбыз. Бірақ ол маған мұраға үй мен банктегі қомақты ақша қалдырыпты. Бұл менің бостандыққа билетім еді. Бауыржан жұмыста болғанда мен небәрі 10 минуттың ішінде ең қажетті заттарымды жинап алдым. Есіктен шыға бергенімде көршіміз Күлпәш апай алдымнан шықты. Ол маған ақ конверт ұсынды. Жанар, мынау сенің жәшігіңде тұр екен, Бауыржан көріп қоймасын деп алып қойдым, деді ол сыбырлап. Күлпәш апай бәрін білетін. Менің түнде жылағанымды да, көзімнің астындағы көлеңкелерді де. Жанар, егер көмек керек болса, айт. Жиенім Әлішер көлігімен қазір-ақ алып кетеді, деді ол жанашырлықпен. Мен есікті жауып шыға бергенімде Бауыржан алдымнан шығып келді. Оның көздерінен суық сезілді. Қайда барасың? Деді ол жай ғана. Оның айқайламағаны қорқынышты еді. Мен кетіп барамын, Бауыржан. Мәңгілікке, дедім даусым дірілдеп. Ол мысқылдап күлді де менің чемоданымды жұлып алды. Дәл осы сәтте Күлпәш апай қайтадан келіп, Жанар, саған жедел хат келді, қол қою керек деп Бауыржанның назарын басқа жаққа бұрды. Мен сол сәтте чемоданды тастап, папкамды құшақтап қашып шықтым. Әлішердің ескі көлігіне отырып, қаладан алыстай бердім. Жолда бара жатып конвертті аштым. Ішінде ескі мейрамхананың чегімен хат жатыр екен. Чек 1990 жылдардікі. Аққу мейрамханасы. Артына. Махаббат үшін төленген шот. Толық өтелді деп жазылған. Хатта былай делінген. Қымбатты Жанар, сен мені танымайсың. Бірақ мен Зейнепті бәрінен артық білгенмін. Үйге барғанда ескі комодтың артындағы темір қорапты тап. Онда сенің еркіндігіңнің құны жатыр. Өткеннің қателігін қайталама. Талғардағы үйге жеткенде мен сол қорапты таптым. Ішінде фотосуреттермен күнделік болды. Сенесіз бе? Менің момын, жалғыз басты Зейнеп тәтемнің жас кезінде Мұрат есімді жүргізушімен үлкен махаббаты болған екен. Бірақ оның анасы, менің әжем, ол оқымаған, теңің емес деп қарсы болған. Тәтемнің тіпті Айгерім есімді қызы болған екен. Бірақ анасының қысымымен ол сәбиін басқа отбасына беруге мәжбүр болыпты. Ол өмір бойы осы өкінішпен, осы құпиямен өтіпті. Ол ақшаны менің де тағдырым солай болмасын деп жинаған екен. Үшінші күні үйдегі құбыр жарылып кетті. Мен не істерімді білмей отырғанда, көрші үйден Дәулет есімді азамат келіп көмектесті. Ол өте аз сөйлейтін, бірақ ісіне шебер. Болат сияқты менсіз ештеңе істей алмайсың деп міндетсінген жоқ. Тек үнсіз жөндеп берді. Кешкісін біз шай ішіп отырғанда Дәулет Зейнеп тәтемді танитынын айтты. Ол кісі өте ер жүрек еді, деді Дәулет. Ол маған жиі келіп шай ішетін. Ол сенің келетініңді білген сияқты еді. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Дәулетті маған тәтем жібергендей болды. Бірақ мен бірден махаббатқа берілгім келмеді. 12 жылдық тордан кейін мен алдымен өзімді табуым керек еді. Ең қорқыныштысы не екенін білесіз бе?
Мен күнделіктің соңғы бетін ашқанда, онда Зейнеп тәтемнің емес, Бауыржанның анасының, менің қайын енемнің аты жазылған хатты таптым. Сөйтсем, Зейнеп тәтем мен Бауыржанның анасы жас кезінде бір адамды, сол Мұратты жақсы көрген екен. Бауыржанның анасы кек алу үшін менің өмірімді құртқысы келген. Ол Бауыржанға мені әдейі таңдап беріп, мені бақытсыз етуді жоспарлапты. Зейнеп тәтем мұны біліп қойып, мені құтқару үшін осының бәрін ұйымдастырған. Қазір мен еркінмін. Алматының тауларына қарап отырып, алғаш рет терең тыныс алдым. Мен енді ешқашан басқа біреудің шотын өз өміріммен өтемеймін. Ал сіз, өз бақытыңыз үшін бәрін тастап кетуге дайынсыз ба? Пікірге жазыңыз. Дәулет кеткеннен кейін үй іші қайтадан тыныштыққа бөленді. Бірақ бұл тыныштық бұрынғыдай қорқынышты емес, керісінше, маған ойлануға мүмкіндік бергендей еді. Мен ас үйдегі үстелдің үстінде жатқан темір қорапты қайта алдыма тарттым. Күнделіктің парақтарын ақтарып отырып, ең соңында қыстырылған кішкентай, сарғайған фотосуретті көрдім. Суретте екі жас қыз құшақтасып тұр. Бірі Зейнеп тәтем, ал екіншісі. Менің көзім қарауытып кетті. Екіншісі, Бауыржанның анасы, менің қайын енем Камила. Олардың жас кезіндегі достығы маған мүлдем беймәлім еді. Хаттың ең соңғы жолдарын оқығанда денем мұздап сала берді. Жанар, Бауыржанның сені таңдағаны кездейсоқтық емес. Камила екеуміздің арамыздағы ескі есеп әлі жабылмаған. Ол Мұратты менен тартып алғысы келді, бірақ Мұрат тек мені сүйді. Камила сол үшін маған кек қайтара алмаса да, менің ең жақын адамым сенің тағдырыңды ойрандауды мақсат етті. Сені торға түсірген сол. Дәл осы сәтте сыртқы есік қатты қағылды. Жүрегім аузыма тығылды. Сағат түнгі 2. Бұл ауылда мұндай уақытта ешкім келмеуі тиіс. Жанар, аш. Мен сенің мұнда екеніңді білемін. Бұл Бауыржанның дауысы еді. Ол мені қалай тапты? Мен телефонымды сөндіріп тастағанмын, көліктің де ізі қалмауы керек еді. Мен терезеден сығалап қарадым. Сыртта Бауыржан жалғыз емес екен. Оның қасында Камила енем тұр. Оның жүзіндегі суық күлкі ай жарығымен шағылысып, мыстан кемпірдей көрінді. Жанар, шық бері. Тәтеңнің саған қалдырған дүниесі біздің отбасымыздың ақшасы. Ол Мұраттан, Бауыржанның әкесінен ұрланған дүние. Деп айқайлады енем. Шошынғаным сондай, ас үй пышағын қолыма алдым. Бірақ дәл сол сәтте аулаға екінші бір көлік келіп тоқтады. Бұл Дәулет еді. Ол көліктен түсе сала Бауыржанның алдын бөгеді. Бұл үйден кетіңдер. Мұнда сендерге ештеңе жоқ, деді Дәулеттің дауысы зор шығып. Бауыржан атылып барып Дәулеттің жағасынан алды. Сен кімсің? Менің әйелім менің мұрама араласпа. Дәулет оның қолын жұлып алып жерге итеріп жіберді де, сабырлы дауыспен. Мен Мұраттың ұлымын. Бірақ Камиладан туған емес, Зейнептен туған ұлмын. Мен сенің ағаңмын, Бауыржан, деді. Айнала тып-тыныш бола қалды. Енем Камиланың жүзі сұрланып, жерге отыра кетті. Зейнеп тәтем тек қыз туып, оны беріп жіберген жоқ. Ол екінші баласын, Дәулетті жасырын өсіріп, осы күнге дайындаған екен. Ол менің бұл үйге келетінімді, Бауыржанның соңынан еріп келетінін де білген. Дәулет менің ғана емес, тәтемнің аманатының қорғаушысы екен. Бауыржан мен анасы сол түні кетіп қалды. Олардың алаяқтығымен жасаған қысымдары туралы Дәулетте барлық құжаттар бар болып шықты. Зейнеп тәтем өмірінің соңына дейін есепші болғанын ұмытпаған. Ол әрбір тиынның, әрбір қылмыстың дәлелін жинапты. Таң атты. Талғардың тауларынан алтын түстес күн шығып келе жатты. Мен Дәулетпен бірге аулада тұрмын. Енді не істейсің? Деп сұрады ол маған қарап. Өмір сүремін, дедім мен күлімсіреп. Алғаш рет біреудің көлеңкесінде емес, өз күнімнің астында өмір сүремін. Тәтемнің темір қорабындағы ескі чек енді маған ауыр тимейді. Мен өз бақытымның шотын өзім төледім. Еркіндікпен. Бауыржан мен Камиланың көлігі ауылдың шаңын аспанға шығарып, қараңғылыққа сіңіп кеткенде, менің бойымды бұрын соңды сезінбеген жеңілдік биледі. Дәулет екеуміз үнсіз қалдық. Тек алыстан үрген иттің дауысы мен күзгі желдің сыбдыры ғана естіледі. Демек, сен менің ағам сияқты болғаның ба? Дедім мен Дәулетке қарап.
Оның жүзінде мұң аралас жылылық бар еді. Заң жүзінде біз туыс емеспіз, Жанар. Бірақ рухымыз жақын. Анам Зейнеп өлгенше сені ойлап өтті. Ол қыздың жаны нәзік, Бауыржан сияқты тас жүрек оны сындырып жібереді дейтін. Мені осы үйдің қасына әдейі орналастырды. Күттік. Сенің келетініңді білдік, деді Дәулет сабырмен. Біз үйге кірдік. Пештегі от әлі маздап жанып тұр. Мен темір қораптың түбінде жатқан тағы бір кішкентай конвертті байқадым. Ол мұқият желімделген екен. Мен оны ашқанымда ішінен ескі, қолдан салынған карта мен кілт шықты. Бұл не? Дәулет те таңғалып қалды. Біз картада көрсетілген жерге үйдің артындағы ескі бақшаның шетіндегі жалғыз тұрған емен ағашының түбіне бардық. Дәулет күрекпен жерді қаза бастады. Шамалы уақыттан кейін темір сандықша көрінді. Оны ашқанда екеуміз де есеңгіреп қалдық. Ішінде ақша емес, Зейнеп тәтемнің өмірі бойы жинаған ең құнды дүниелері, Айгерімнің оны басқа отбасына бергендегі алғашқы киімі, Мұраттың жазған хаттары және Бауыржанның әкесі Мұраттың Камилаға жазған ажырасу туралы арызының көшірмесі. Сөйтсем, Бауыржанның әкесі Камиланы ешқашан сүймеген. Ол Зейнепке қайтып келмек болған. Бірақ Камила соқыр сезіммен кек жолында Мұраттың өліміне себепкер болуы да мүмкін еді. Хаттардың арасында Мұраттың апатқа ұшыраған күнгі көлігінің тежегіші бұзылғаны туралы тергеу қағаздарының көшірмесі жүр. Бұл Камиланың түрмеге баратын жолы, деді Дәулет тісін қайрап. Ол менің әкемді өлтірді, сенің өміріңді тозаққа айналдырды. Енді кезек бізде. Бірақ мен сол сәтте басқа нәрсені түсіндім. Кек алу мені қайтадан сол қараңғылыққа тартады. Жоқ, Дәулет. Бұл қағаздарды полицияға бер. Заң өз жазасын берсін. Ал мен енді еркін құспын. Маған кек емес, тыныштық керек. Арада 1 жыл өтті. Талғардың бұл кішкентай үйі қазір гүлге толы. Мен енді кітапханашы емеспін. Мен балаларға арналған шағын шығармашылық орталық аштым. Бауыржан мен Камиланың үстінен қылмыстық іс қозғалып, олар барлық мүлкінен айырылды. Шындық бәрібір жеңді. Дәулет екеуміз жақын дос болып қалдық. Ол маған бақша жөндеуге, үйді күтуге көмектеседі. Бірақ ең бастысы, мен өзімді таптым. Кейде кешке жақын пештің жанында отырып, тәтемнің темір қорабын ашамын. Онда енді жаңа сурет бар. Мен, Дәулет және менің орталығымдағы бақытты балалар. Өміріңізді біреудің басқаруына жол бермеңіз. Сіздің еркіндігіңіз ең қымбат қазынаңыз. Ал өткен күннің құпиялары тек сізді күшейту үшін ғана ашылады.